Бұл Бақашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бүгінгі видео сабақта Қытай тілінде қазақ тілі, орыс тілі дегенді үйренетін боламыз. Әрине, сөйлемдердің ішінде қолданамыз. Ал кеттік. Қараңыздар, бірінші сөйлемнің астында пениндер жоқ, барлығын біз өттік. Егер сіз қазір ғана видеоларыма қосылған болсаңыз, міндетті түрде өткен видеолардың барлығын қарап шығыңыз. Өйткені мен мында астына жазбаймын оқылуын. Ал өткен видео сабақтарда жаңа сөзді оқыған кезде жазып мұқият түсіндіремін. Сол үшін солай оқысаңыз өте пайдалы болады, жарай ма? Ал кеттік. Бұл сөйлемнің мағынасы сен қай тілдерде сөйлей аласың? Ни хуй шуо шэнмэ юэн. Тағы айтылаймыз? Ни хуй шуо шэнмэ юэн. Ұмытпаңыз, дауысыңызды шығарып менімен бірдей қайталаңыз, жарай ма? Мағынасы сен қай тілдерде сөйлей аласың? Енді жауабы қараңыздар. Мен қазақ тілінде сөйлей аламын деген сөйлем. Бірінші оқиын сөйлемді. Wo hui shuo хасакэ ю. Қараңыздар. Хасакэ ю мағынасы қазақ тілі. Қараңыздар. Хасакэ алдыңғы үш иероглифті әзірше оқимыз. Хасакэ. Хасакэ. Бірінші, төртінші тондар. Хасакэ. Хасакэ. Қайталаймыз. Хасакэ. Мағынасы қазақ. Мысалы, қазақ мәдениеті, қазақ әндері деген сөздерде осылай қолдансақ болады. Қараңыздар, соңында үй мағынасы тіл деген сөз. Біз алдында үйен дегенді өттік. Сол екі иероглифтен тұратын сөздің түбірі үй. Енді бірге оқимыз. Хасакэ ю. Бірінші тон. Хасакэ ю. Енді бұл сөйлемді жауапты толығымен бірге оқимыз. Wo hui shuo хасакэ ю. Wo hui shuo. Көрдіңіз бе? Тондарын. Wo, үшінші. Hui shuo. Міндетті түрде тондарға дұрыс көңіл бөліңіздер. Жарай ма? Кеттік. Wo hui shuo хасакэ ю. Мағынасы мен қазақ тілінде сөйлей аламын. Ал кеттік, енді орыс тіліне көшейік. Бұл жердегі сұрақты кішкене басқаша қойайық. Алдында сен Қытай тілінде сөйлей аласың ба деген құрылым. Бұл жерде Қытай тілінің орнына орыс тіліне қойдық. Қараңыздар, бірінші сөйлемді оқимын. Ни хуй шуо үй ма? Ни хуй шуо үй ма? Мағынасы сен орыс тілінде сөйлей аласың ба? Көрдіңіз ба? Үй орыс тілі. Мағынасы орыс тілі. Енді қараңыздар тондарын. Бірінші иероглиф екінші тонмен оқылады. Естеріңізде ғой, біз өте деген сөзді өткен кезде ол жақта ені деп оқыдық. Х-ын, бұл жерде де бұл деп оқылады. Айтпақшы, есіме түсіп кетті. Мысалы, қазақ тілінде хасакэ бұл дыбысталуына орай таңдалған иероглифтер. Бұл қазақ тілі, қазақ деген мағынаға жақын бір не емес, жарай ма? Хасакэ деп дыбысталуына бірдей иероглифтерді таңдап қойып қойған. Ал бірақ орыс тіліндегі сияқты, мысалы бұл жерде екі-ақ иероглиф. Біреуі орыс тілінің түбірі, орыс Ресей дегеннің түбірі, ал үй тіл. Мысалы Америка немесе Англия деген сөздерде сол жақта да екі-ақ иероглиф қолданады. Мысалы, жаңағыдай бір иероглиф, жаңағыдай Англия мен Американың түбірі, сосын үй деп. Ал бірақ мысалы Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан немесе басқа Афганистан болсын, көптеген елдерде Мексика ойыма келгендердің бәрін айтып жатқан ғой. Әрине, оны дұрыстап бәрін жасасақ болады, бірақ болашақта сондай видео сабақтарда болады деген ойдамын. Әртүрлі мемлекеттің дыбысталуын айтатын боламыз. Ал кеттік. Енді мында екінші тон. Үй. Үй. Көтереміз. Үй. Мен тапқан өзімнің әрпін оқыңыздар. Екінші тон, үшінші тон. Үй. 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 Үй деп орыс тілін дұрыс айтасыздар. Енді сен орыс тілінде сөйлей аласың ба дегенде жауап мен орыс тілінде сөйлей аламын деген Wo hui shuo үй. Wo hui shuo үй. Енді мен орыс тілінде сөйлей алмаймын деген Wo bu hui shuo үй. Wo bu hui shuo үй. 我不会说俄语. Мен орыс тілінде сөйлей алмаймын деген өте пайдалы жауаптар.
Көрдіңіз ба? Енді бүгінгі өткен жаңа сөздерді әрі оқыған сөйлемдерді толығымен оқимыз. Ал кеттік. Бірінші сөйлем. 你会说什么语言? 你会说什么语言? Тондарын бірдей қайталаңыздар. Мысалы, мен қазір қате нұсқасын айтамын, сіз қайталамаңыз, жарай ма? Міндетті түрде қайталамаңыз. 你会说什么语言? 你会说什么语言? Ешқандай тон жоқ. Мүмкін қытайлардың 1% немесе барлығы да түсінбейді ондай сөйлемдерді. Түсіну үшін 你会说什么语言? деп сұрайсыздар. Сен қай тілдерде сөйлей аласың? Жауабы 我会说哈萨克语. 我会说哈萨克语. Мен Қытай тілде сөйлей аламын. Енді келесі сөйлем. 你会说俄语吗? 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 Сен орыс тілде сөйлей аласың ба? Кеттік. Енді бұл жерде сөйлей аламын деген нұсқаны қоймадым. Мен сөйлей алмаймын деп қойдым, жарай ма? Енді қатты көп бұл жерде қысылып бір-біріне тиіп кетпесін деген мақсатта. 我不会说俄语. 我不会说俄语. Тағы бір рет. 我不会说俄语. Енді тағы бір рет қайталап жіберейінші. Көп сөйлемей, мағынасына тоқтамай, тек қана бәрін бір-бірден айтып кетемін. Кеттік. Енді қайталағанды жақсы көремін. Кеттік, пайдалы болады деген ойдамын. 你会说什么语言? 我会说哈萨克语. 你会说俄语吗? 我不会说俄语. Соңғы сөйлем мағынасы, мен орыс тілінде сөйлей алмаймын. Бәрібір қыстырып қосып жердім да, кешіріңіздер, уақыттарыңызды 5 секундқа алып жердім, көбірек. Ал енді міндетті түрде бұл сөйлемдерді практика жасаңыздар. Төменде бір-бірлеріңізге жазыңыздар. Сен қай тілде сөйлей аласың, мен осындай тілде сөйлей аламын деп араларыңызда сөйлесіңіздер. Немесе бізге жазып, бізден сұраңыздар, біз сізге жауап берейік. Сөйтіп практика жасап, жазғаныңызды тексеріп береміз. Әрі аудиофайлдарды жіберіп, тексердуді ұмытпаңыздар. Өйткені практика жасау шет тілдерін үйренуде өте маңызды. Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.